Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дарын KZ. Бүгін біз FIFA 18-дің екінші бөлімін жалғастыратын боламыз. Сіздер осы видеоға лайк басып каналға тіркелуді ешқашан ұмытпаңыздар. Осы видео ұнаса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше мен сіздерге айтқан болатынмын, Месси немесе Неймар, Роналдуды алайын ба деп. Мен өз ойыммен әрине состав қараңыздар. Месси мен Неймарды алған болатын достар. Месси 102, Неймар 97. Достар, бұл өте керемет. Мен Месси мен Неймарды сатып алдым. Неймарды 2,5 миллионға, Мессиді 5 миллионға саттым. Сосын мен сатып алдым дегенім. Сосын мен достар Нойерді сатып жіберген болатынмын 2,5 миллионға. Соның ақшасы міне 3 миллион 400 мың теңге болып тұр. Достар, бүгінгі видеода қазір 3-4 пак ашайық достар. Кеттік ал. Магазин демеді, білмеймін. Пак наборға кіреміз. Набор игроков. 400 мыңға сатайын новиков. 2 миллионға. Достар, мықты пактар көп екен. Мен оның қайсыны ашсам екен деп отырмын. Мега наборда ашсам екен. 2 миллион босқа кетеді. Бұл Набиков набор тренировка міне тұр. Достар, әзірше набор игроков тасайық. Кеттік ал, бірінші пактық не түседі екен. Ендеше бірінші пак. Кеттік ал. Зарда Кларк дейді. 67, 73 түсті. Бұларда жай береді екен. Бұларда спокойы бұнда. Біз 2 миллионға. Мұны ашса қайтеді. Достар, сіздер үшін осыны ашып тастайық. 2 миллион сіздерге дым емес. Сондықтан лайк басып, комментария жазып, керемет лайктарыңызды. Және енді бірінші рет келіп тұрсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Сіздер үшін жанпида, давай. 2 миллионға кеттік ал. Ашамыз. Кетті. Достар, кетті. Бұл адам бермей мекен не? Достар, мен адам береді шығар деп отырмын ғой. 2 миллионым кетіп қалды. Адам алайын деп атым ғой болған негізінде. Достар, не болып кетті ofшын? Не істейміз енді? Жарайды, кереміз. Сіздер үшін 2 миллион теңге дым емес қой енді. Енді фанат ойнайық. Кетті ал. Кеттік достар. 100 мен достар. Топ или атлан. Бұл саты төмен. Сондықтан керек бұны. Үйет бұртпалар. Ұтылып қалсам ренжімеңіздер. Көтере саламыз. Бірден достар. Неймар бастасам алды дұрыс. Месси, давай, Месси. Месси алданып қалды ғой. Месси барадыр. Пенальти емес па не? Нечесін ойнады.
О, 2-2. Hemen ұтылып қалмасам болды достар. Көтере саламыз. Кетті гол. Көтере саламыз. 4-2 достар. Атсам болды, бұл Челсидің адамы мықты сияқты. Меніңше менің берілмейтін сияқты. Айба! О, болды 5-4. Ұстап алды. Достар, 10 секунд таман гол тықпаса болды, достар. О, болды. 6-5. Бітті, біз ұттық. Біреудер жібере салайық. Бірақ көмес. Достар, 6-5. Осылай біз 6-5 ұттық. Бізге фанаттар қосылды. Ал оған азайды. Достар, каналға тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Енді моя команда тағы да ойнаймыз ба? Достар, мен білетін шығарсыздар. Алдыңғы видеоны көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер. Мен ол кезде бір профи деген жүрдім, ал қазір мировой класс 2 деймін. Ол өте мықты деген сөз. 103. Достар, мен бұдан ұтып қалатын сияқтымын. Ұтып қалам, достар. Өйткені бұның очкосы менікі. Штраф. Тықсам. Бірақ мен ұтатын сияқты. Достар, ұтқанмен. Теп. Не болды? Пенальти, достар. Гол болады пенальти әрине. Пенальти жақсы деймін. Бірден 9-дыққа дәл тигізем. Көтере саламыз. Достар, болды. Керек. Жетіп алсақ болды, достар. 3-3. Гол салмаса екен. Ұтсақ. Бір қуанып болады едік. Сіздер де қуанып қаласыздар, достар. Көтере саламыз. Болды, әңгіме жоқ. 4-4. Парашютпен күшті ойнайдық біз. Тебеміз, удар. Қалай олыңа гол болмай қалды. Тебеміз. Достар, қалай қалмай қалдым мен, достар. Әдейі мүмкіндік келіп тұрған кезде қалмай қалдым ғой. Достар, если отса кезін ренжімеңіздер. Давай, отличный момент. Теп, давай, удар. 5-5, нормально. Сенбетем. Өзімізде үлкеннен бір деген үлкеннен тембетем болдық. Бұл да жақсы нәтиже. Достар, бүгінге біз осы видеомызды аяқтайтын шығармыз. Білмеймін, әлде таблет ойнайын деп отырмыз. Ойнайық ба. Жарайды, аяқтайық, достар. Келесі 3-ші бөлімді күтем десеңіздер, әрине осы видеоға лайк бас, каналға тіркеліп, коммент жазуды ұмытпаңыздар, достар. Ендеше.